Сәлем оқырман. Индира үміткер болып келген еді Айсұлтанға. Кеше болса Айбек сол таныстыққа қарсы болған еді. Бүгін болса кешегі сөздерінен тайып қайта Индираны жіберді. Және эфир сыртында неге келдің? Қайта келе бересің деген сөздері де болған екен. Айбек өзі сол кеше жіберген үміткерімен таныстығын жалғастырды. Индира мен Айсұлтан таныстықты жалғастырған болса да, қыздың былықтары шықты. Сол үштікке Әліби қосылған болатын. Әліби болса қызға қарап таң қалды. Сөзім жоқ деп. Индира болса Әлібиге жазып үміткер қылып шақырғын келмей ме деген екен. Қайта жігіттен сезімдері туралы сұрап, маған кек сақтамадың ба? Келсем қайтарып жібермейсің бе деген сөздер. Ол енді Әлібидің айтуынша. Ал Индира болса ол қалжың болған деп жылы жапқысы келген болатын. Бірақ Әліби өзінікін жібермеді, бар болған жайтты айтқан еді ағынан жарылып. Индира кейбір Әлібидің айтқан сөздерін өтірікке шығарды. Айсұлтан болса осының бәрін тоқтатайық. Және басқа жігіттердің аты айтылмаса екен деп сұрады. Индираға айтқаны тағы да Айбекті қозғап жүрмеш деді. Сіздің ойыңыз қалай? Кімге шындық, кім өтірік айтты? Ал бір пікірді оқып жіберейін. Айбек дер кезінде тоқтатып құтылыпсың. Еңлік бекерден бекер жақтырмағаны енді түсінікті. Қу түлкіні сезген ғой, сонша шырылдап еді орталарында шағыстырып. Айсұлтан ақмық екенсін таза мөлдір үшін күресу керек еді. Задни бермей, Индира такая маленькая и такая ушлая. Бәріне үлгеріп жүр. Алдын Айбекпен жүріп параллельно бір жігітпен сөйлесіп жүрді. Әліби енді маска киіп Айсұлтанның ақмақ екенін біліп тұрып келдің ғой. Мына түрмен ертең көюге шығуы опасный ғой. Технично көзге шөп салып қойып ше, дейді оқырман.